Сәлем достар, балық жұлдыз белгісінде туған жандар үшін шілде айына расклад жасайтын боламыз. Жалпы шілде айының энергиясы қандай болады, қаржы және финансы мәселесі, қарым-қатынас, қандай даму үшін, энергияда болу үшін, қандай әрекеттер жасау керексіздер, және де қандай бәлкім бір ыңғайсыз жағдайлардың алдын алуға болады екен. Қателіктерді жасамау үшін бәлкім сіздерге карта бір сондай бір ақпарат беретін шығар, иә? Картаны біз не үшін ашамыз, иә? Бір дүниенің алдын алу үшін, иә? Кеттік. Балықтар, шілде айы. Жалпы шілде айының энергиясы. Шілде айында балықтар қандай энергияда болады екен? Балықтар, ойлануда боласыздар. Бір күту мәселесі, бір дүниені күту керек сіздерге. Мысал үшін, бір шешілмей тұрған мәселе болса, ол мәселе шешілу үшін сіздерге кішкене сәл уақыт күту керек. Мысал үшін, сіз машина алып жоспарладыңыз, иә, не болмаса пәтер, квартира алам деп жоспарладыңыз, иә. Сол өзіңіздің жоспарыңыз іске асырылу үшін сізге сәл күту керек дейді. Күту. Ары қарай кеттік. Жұмыс және қаржы мәселесі. Жұмыс және қаржы мәселесі. Балықтар, қаржы жағынан керемет карта түсіп тұр сіздерге. Король Пентакли, ақша жағынан керемет табыстасыздар. Бұрыннан жасап келе жатқан жұмысыңыз болса, міне сіз табысқа жеттіңіз. Бір жақсы предложение болуы мүмкін жұмыс бабынан. Содан кейін үлкен бір соммада ақша түсуі мүмкін. Вот қаржы, ақша жағынан ең керемет карта түсіп тұр. Сіздер түсіну үшін қаржы, финансы жағынан ең керемет карта түсіп тұр, балықтар. Ары қарай кеттік. Қарым-қатынас мәселесі. Қарым-қатынас, балықтар. Өте сезімтал жандар негізі, балықтар. Эмпатиясы керемет жандар. Кәне, қарым-қатынас. Қарым-қатынас жағынан сіз бұрыннан бері шешілмей жүрген бір сұрақтарыңыз болса, осы айда шешесіз. Мысалға, иә, сіз қарым-қатынастасыз. Кездесіп жүрсіздер, бірақ қарым-қатынастарыңыз бір сондай бір тығырыққа тіреліп тұрған шығар, иә? Немесе оны ары қарай дамыту керек, демек үйлену керек, иә? Немесе бұл қарым-қатынасты қоя салу керек. Осы шілде айында сіз нақты бір шешімді қабылдайсыз. Немесе үйлену туралы, тұрмысқа шығу туралы, не болмаса осы қарым-қатынасты тоқтату. Егер сіздер отбасыда болсаңыздар, иә, жұбайлары болсаңыздар, иә, онда демек бұрыннан бері шешілмей келе жатқан бір мәселе болса, осы шілде айында тоқатерін ашып шешесіздер. Бір нақты шешім қабылдап, проблеманы шешу деген мағынаны білдіреді. Ары қарай кеттік. Кедергілер. Балықтар, қандай кедергілер болуы мүмкін шілде айында? Кедергілер. Өкінішке орай, кедергіге бұл жерде түсіп тұр бір отбасылық мәселелер. Бәлкім сізге жұмыс жасау үшін, не болмаса бір жоспарларыңызды іске асыру үшін бір отбасылық мәселелер сізге кедергі болуы мүмкін. Мысал үшін, иә, баланы бір жерде қалдыру, иә, қалдыратын адам жоқ, не болмаса сізді бір жерге жұмысқа шақырады, ал сіз мысал үшін тұрмыстық жағдайыңыз бойынша, балаларыңыз бойынша, отбасыңыз бойынша ол жұмысқа шыға алмайсыз бәлкім. Сондай бір мәселелер
бір отбасылық бір мәселелер сіздерге бір кедергі болуы мүмкін. Ары қарай кеттік. Даму бағыты. Өсу нүктесі, даму үшін, өсу үшін қандай сіз әрекетте, жалпы қандай сіз ойда болу керексіз. Даму бағыты. Бұл картаның мағынасы, балықтар, даму үшін, өсу үшін сіз жоспарыңызды қысқа нұсқа там 1-2 жұма, 1-2 күнге емес, сіз жоспарыңызды, ойыңызды, стратегия сияқты алдын ала ойлану керексіз. Мысалға, сіз бір жерде жұмыс жасайсыз, жалақыңыз кішкентай, жұмысыңыз ұнамайды, ой, жалақым кішкентай, жұмыстан кеткім келеді, анау-мынау деген ойдасыз, бірақ бұл жұмыста сізде ары қарай өсу бар. Енді карьерный рост дейді ғой, карьерный рост бар. Сол себепті бәлкім кішкене шыдау керек шығар. Бір кішкене шыдамдықты танытсаңыз, ары қарай сізде даму болады. Демек, бұл картаның мағынасы нәтиже болу үшін, сіз ойлағандай жақсы керемет нәтиже болу үшін, сізге кішкене сәл күту керек. Және де ақылмен ары қарай стратегия, ақылмен ары қарай бір жоспар құру керек деген мәселен. Түсіндіңіздер ғой, Ары қарай кеттік. Енді ең соңғысы барлығы жақсы көретін бұл кеңес картасы. Шілде айына балықтар үшін карталар қандай кеңес береді екен? Балықтар. Бұл карта негізі балықтарға тән карта. Балықтар жеңілдікті жақсы көреді. Өмірге кішкене бір позитивті жеңіл бір қиялданып, кереметтей жоспарлар құрап, бір романтикалық бір ойлармен сондай жандар балықтар. Сіз өмірдің ауыртпалығын ұнатпайсыздар, балықтар? Міне, бұл карта сіздерге түсіп тұр. Өзіңізге тән қасиеттеріңізді жасырмаңыз дейді. Жақсы көріп тұрсаңыз, жақсы көріңіз. Ұнатып тұрсаңыз, ұнап тұрсың деп айтыңыз. Бірлермен айналысқыңыз келсе, айналысыңыз. Ашылыңыз. Бір сізге тән бір қасиеттерін бәрін ашыңыз. Өмірге кішкене жеңіл қараңыз дейді карта. Сонымен балықтар, шілде айына сіздерге осындай расклад. Шілде айы осындай бір энергияда, осындай бір әрекеттерде болады. Подписаться басыңыздар, лайк басыңыздар, міндетті түрде комментарий жазыңыздар. Сау болыңыздар.